ішкілік арамға саналып тыйым салынады. Ішкілікке хижреттің 4-ші жылы яхуди надырлар өз жерінен қуылған шақта тыйым салынды. Бұл мәселе жайында 3 бөлек аят түсті. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаға хижрет еткен кезде мұсылмандар ішкілік ішіп құмар ойнайтынды. Пайғамбардан ішкілік пен құмар жайында сұрағандар болды. Әзірет Омар да: "Уа Раббым, ішкілік хақында бізге ашық, нақты білдіргейсің" деп дұға етті. Артынша Бақара сүресінің 219 аяты түсті. Олар сенен шарап пен құмар ойындарының үкімін сұрайды. Оларға екеуінде де үлкен күнә һәм адамдар үшін бір қатар пайдалар бар. Алайда олардың пайдасынан гөрі күнәсі мен зияны әлде қайда көп деп айт. Осы оқиғадан соң мұсылмандардың кейбіреулері зияннан қашып ішкіліктен бас тартқанымен әлі де ішкіліктен тыйылмағандарда бар еді. Ішкіліктің кесірінен келеңсіз жайттар жиі қайталанды. Тіпті бірде сахабаның бірі намаз шамды оқып тұрып, Құранды қате мағына беретіндей жаңсақтық жасайды. Әзірет Омар Аллаға ішкілік жайлы нақты білдір деп жалбарынады. Іле-шала Ниса сүресінің 43-ші аяты түседі. Уа иман келтіргендер, мас кездеріңде өздеріңнің не айтып тұрғандарыңды білетіндей естеріңді жиғанға дейін намазға жақындамаңдар. Сондай-ақ жолаушылықты есепке алмағанда, бой дәреттерің бұзылғанда, толық жуынғанға дейін намазға жақындамаңдар делінген. Бұл тыйымның 2-ші басқышы еді. Мұны естігенде мұсылмандар: "Уа Расулла, біз намаз уақыты жақындағанда ішкілік ішпейміз" деді. Пайғамбарымыз оларға жауап берген жоқ. Мұсылмандар арасында ішкіліктен бас тартқандар күн санап көбейді. Намаз уақыты кіргенде мас күйінде намазға тұрушы болмаңдар деп әрдайым ескерту жасалатын. Соған қарамастан бір мұсылман арақ ішкен күйінде кешкі намазға келеді. Мұны көрген Әзірет Омардың шыдамы таусылғандай: "Я Алла, ішкілік туралы нақты үкіміңді білдір" деп тағы да дұға етті. Осыдан соң Мәйда сүресінің 90-91 аяттары түседі. Онда былай делінген: "Шүбәсіз шайтан арақ, шарап һәм құмар ойындары арқылы араларыңа дұшпандық пен өшпенділік отын жағуды, сендерді Алланы еске алудан һәм намаздан қақпалауды ғана көксейді. Ендеше бұлардан тыйылдыңдар ғой, солай емес пе? Сөйтіп Аллаға мойынсыныңдар, Алла елшісіне мойынсыныңдар және барынша сақтаныңдар. Егер сырт айналатын болсаңдар, онда біліп қойыңдар, елшіміздің міндеті хақ дінді ашық түрде жеткізу ғана. Шайтан ішкілік пен құмар арқылы араларыңа от салып, кек сақтап, сендердің Алланы еске алып, ықылас пен намаз оқуларыңа кедергі болуға тырысады. Ендігәрі бұлардан бас тартасыңдар, солай ма? Мұсылмандар бір ауыздан мұнан былай ішкілік пен құмар ойыннан бас кештік дейді. Бұл ішкілікке тыйымның 3-ші басқышы еді. Сөйтіп, ішкілік ішу күллі мұсылман баласы үшін харам есептеледі. Аяттан баршаны құлағдар ету үшін Расулланың әмірімен Мәдина көшелерінде ішкіліктің арам екендігі мәлім болды. Хабардар болыңыздар деп жар салынды. Мұны естіген мұсылмандар үйлеріндегі ішкілік атаулыны далаға төгіп, арамнан тезірек құтылуға асықты. Сол күндері Мәдина көшелері ішкілік селінен аяқ алып жүргісіз еді. Реті келгенде мәселе қатысты бірнеше хадисті де айта кетейік. Ішкілікке, оны жасаған кісіге, жасалған жерге, ішкізген адамға, ішкенге көтеріп, тасығанға, тасытқанға, сатқанға
сатып алушыға, одан түскен пайданы жеп ішкен адамға Алла лағынет айтқан. Адамды мас қылатын нәрсенің бәрі ішкілік және әрбір мас қылатын нәрсе арам. Кім-кім дүниеде үнемі ішкілік ішіп тәубесіне келмей өлер болса, ақыретте ол ақырет шәрбәтінен құр қалады. Ішкіліктен бойыңызды аулақ салыңыз, өйткені ол жамандық атаулының кілті. Ішкілік бүкіл арамдықтың, жамандықтың бастауы. Мас қылатын нәрсенің көбі де азы да арам.